Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 10 мамыр 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз мынау бір туындының мағынасы әруақтық талап деген әңгімемізді жалғастырып келе жатырмыз. Бүгін сол туымыздың аясында отырып, сонда кемел адам, яғни әруақты адам бейнесіне ұқсайық, сондай керемет жер бетін солай күндермен шалғыстырып жүрейік деген жақсы ниет үлгіде осы бағдарламамызды бастап келе жатырмыз, ролигімізді. Көрінетін көзге бейне адам кейпі типтік бейнеде салынып бейнеленді деп айтып отырмыз. Бейнелеу өнері туындысы бізден де көп нәрсе айтып тұр. Яғни көкірегі ояу, көзі ашық адамға бізді қайта роликпен шығартпай, өздері бір қорытынды шешімдерін айтып, бір келісімге келіп, дұрысталатын жолға атсалысар еді. Өкінішке орай, бейнелеу өнерінің тілі қарапайым ғана көзге көрініп, өзінің белгісін айтып тұрса да, біздің халық бүгінде сол тілдің мән мағынасын ұмытқан жағдайға жетті. Яғни ел таңбасын ұмытқан жағдайға жетті. Бұның бәрінің өзінің негізі бар деп біз айтып келе жатырмыз. Енді біз соны қазақ тілінде жеткіземіз деп біраз әңгіме айтып отырмыз. Яғни бұл мәселе, өздеріңіз білесіздер, қоғамымыздағы, яғни Қазақстан жерінде саяси, әлеуметтік, рухани, экономикалық жағдайға байланысты біршама негізгі ілімдік үлгімізден ауытқып отырған жайымыз бар деп айттық. Өйткені бүгін елімізде Алматы қырғынынан кейінгі өте бір қауырт саяси жаңалықтар көп болып кетті. Соған көңіл аударып, ат салысып, ұзақ айналып баратын жолымызбен төтелеп шығатын мүмкіндік туып тұрғаннан кейін біз енді бар мүмкіндігімізді пайдаланып, біреулерге жалын айтып, біреулерге көңіліне тиелсе де ұрса айтып, біреулерге сұраны айтып, біреулерге өтініп айтып, әйтеуір әруақтық болмысымызды, адамдық болмысымызды көтерілейік, пенделіктен, құтыбандықтан арылайық деп жатқан жайымыз бар. Бұл жай соған да орай жаңа төте жол деп отырғанымыз Алматылық жағдайдан кейінгі биліктің шешіп атқан жағдайлары. Яғни ата заңға, конституцияға өзгеріс енгіземіз деп шығарған, жариялаған мағлұматтары. Соған орай бізде өз тарапымыздан халықтың сөзі, елдің аңсаған арманы, ата-бабаларымыздың алдындағы борыш, олардың бізге аманат еткен үлгісі деп, әруақты көтеріліп, әруақты сол қасиетті орынға тұрғызып, заңға ілгізіп, ата заңға кіргізіп, бәріміз өз қайрат күшімізді қайтадан жинайық, өткенімізді, бүгінімізді, болашағымызды айқындап, жарқырап жүрейік, нақты, бір-бірімізге күнә артпайық, күмәнді болмасын, негізгі қасиетімізді аружандық үлгідегі жоғары сақтайық, одан басқа бізде қасиет қалмады деп айтып келеміз. Міне сол күнде, сол себептен де біз ата заңға 5 өзгерісті жаңалықты ұсыныс айттық. Оны біз қайта айта беруіміз керек, себебі бұл аз ғана уақыт. 5 маусымда уақытысы бітеді. Сол кезге дейін халыққа, елге жетіп үлгерсе, айтқан ұсынысымыз түсініп, санасына енгізіп үйренсе, соның қажеттігін білсе, сол әр отбасында әңгіме болса деген пейілмен біз жеткізуге бағып жатырмыз, өз борышымызды орындап жатырмыз деп айтсақ болады. Яғни, құрметті әлеумет, біз тағы да еске түсіріп кетейік, мұнда біз 5 ұсыныс айттық. Біріншісі,
Қазақ Республикасы немесе Қазақ мемлекет атауына ауыстыру бекіту жаңағы Қазақстан Республикасы деген атауын Қазақ Республикасы немесе Қазақ мемлекетті атауын өзгерту деп айттық. Екіншісімізді Қазақ мемлекетінің негізін қалаушы тұрғылықты қазақ деп айттық. Болмаса өзіміздің әдебіміз бойынша, құрметіміз бойынша қосып айтсақ, ондағы Қазақстандағы, яғни 30 жылдан артық тұрақтанған өзге халықтар өкілі деп жазып қойсақ артық болмайды деп айттық. Яғни сонда Қазақ мемлекетінің негізін қалаушы тұрғылықты қазақ және ондағы 30 жылдан артық тұрақтанған өзге халықтар өкілі деп жазсақ дұрыс болады дедік. Үшінші ұсынысымызды айттық. Қазақ мемлекетінің тілі нақты ресми қазақ тілі дедік. Яғни тағы өз әдетіміз бойынша, әдебіміз бойынша өзге халықтар ренжіткіміз келмейді десек, оған да қосып ұлтаралық қатынас тілдеріне қазақ тілінен басқа өзге де тілдер жатады деп бекітілсін деп, оған да мақұл деп отырмыз. Негізгі ұсынысымыз осылай болып отыр. Төртінші ұсыныс, ең маңызды ұсыныс деп өткен жолғы алдындағы ролигімізді айттық. Ол адамның адамдық, әруақтық, рухани болмысын қалыптастыру доктринасының ұлттық идеологиялық негізі, яғни қазақ мемлекетінің даму бағыты болып табылады деп айттық. Осылай айттық, яғни оған қосымша әруақ қоғамдық бірлестігі халықтық рухани қозғалыс мәніндегі қызметін атқарушы деп те жазылсын дедік. Өйткені бүгінде осы ұғымды, әруақтық болмыс, адамдық болмыс ұғымын осы қоғам ғана айтып түсіндіріп келе жатыр. Біздің елімізде ақсақалдар қалмады деген уәж сөзімізді де айтып отыр. Үлкен кісілер қалмады жетісетін. Олар жеке тұлғалар айтқанда да. Бірағында бір осыны ұйыстырып, айтып, қазақтың басын бір жерге жиып, Қазақстан халқын, қазақ халқының басын бір жерге жиып, ұйыстырып отыратын рухани тепеден-тік сақтап, қалынтай елдеушілік жаңағы зиялылар елдедік па, зайырлы мемлекет үлгімізді сақтап отыратын осы бір ұйымның деп жаңағы өзінің мән мағынасын түсіндіріп келеміз. Сондықтан бұл негізгі өткізуі тиіс ұсыныс деп есептейміз. Содан кейін бесінші ұсынысымызды қазақ мемлекетінің жер көлемі, оның үстіңгі жақ және жер асты байлықтары халықтікі болып есептеледі деп бекітілсін деп айттық. Қысқасы, осы бес ұсынысымызды біз айттық. Енді біздің ойымыз сол, мен өткен ролигімде біршама биліктегі қу-табандар туралы, елімізде қаптап кеткен қу-табандар туралы айтып, өз өкпе-назымызды, өкпе-наз демей қойық, жалпы күмәнімізді айтып, ата жолымызбен, қазақтық нақышымызбен ескертіп, қатты түйіндеп айтқандай болдық. Бәрін біз аруаққа саламыз деп. Бұл енді, яғни бұл жаңағы ата заңға бекітілсін деген негізгі ұсынысымыз, жаңағы төртінші, адамның адамдық, әруақтық, рухани болмысын қалыптастыру доктринасының ұлттық идеологиялық негізі қазақ мемлекетінің даму бағыты болып табылсын деген. Бұны негізгісі деп айттық. Бұл негізгісі түссе, қалғандары бәрі өз орнына түседі. Жаңа қазақ мемлекеті туындайды, шығады. Яғни біз қасиетімізді оралтамыз, өлгенімізді тірілтеміз, өшкенімізді жандырамыз, ұрпақтарымызды әруақтандырамыз деген рухани үлгіде күшейтеміз деген, яғни талпынысымыз жүзеге асты деген сөз. Бұл біздің жеңіске жететін қысқа жолымыз. Сіз болып, біз болып деген сияқты. Ал бұны түсінбей жатса, әрине өкінішті. Өкінішті, өйткені онда қу-табандар қайтадан өздерінің билігін жүргізіп, елді тағы да осындай ар-ұждансыз, тексіздер жолына салады. Қазір бұл ұсынысымыз ілікпеген жағдайда, іліктіре алмай жағдайда біздің елімізді тексіздер жайлап кеткен, арсыздар
өтірікшілдер, ұрылар деп біз батыл айта аламыз. Себебі әруақтық болмыс ар-ұждандық жол деп айттық. Малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деген сөзді қазақ қана айта алдықпын деп айттық. Мал сақтама, ар сақта деген деп қысқартып түсініктілікте айттық. Ал бұған қарсыластардың бәрін көріп отырмыз, бәрін біліп отырмыз. Мынау мұсылманбыз дейтін, исламбыз дейтін, оның ішінде күшейтіп кеткен агрессивті топтар бізді қорлап, осы арымызды сақтайтын қуат күшімізді, саналы қуатымызды қорлап отырған топтар, өткен жолы айттық, кешірілмейтін топтар, олар тіпті қарсыласатынын біз біліп отырмыз. Сондықтан біздің қарсыласымыз, құрметті әлеумет, арды сақтаймыз дегеніміз үшін кінәлі сияқты болып көрініп отырған жайымыз осы қарсыластарымыздың үгітінің күштілігінен болып отыр. Олар әр кезеңде, әр қашанда, күнделікті, күндіз түні тұқыртып, бізді қорлап, мазақтап, бәрімізді қорлап. Мен тыңдап отырған ақсақал, менімен келіспей отырған сіз де, балапан бала сен де, келін сен де, қыздар келіншектер сендердің де, жігіттер, бала шағаларыңды да, әке-шешелеріңді әрқайсының, жеті аталарыңа дейін тұтқияларын қорлап отырған осы діни топтар өз салтанатын құрып кетіп отыр. Құра бермек. Егер де намыстарыңыз болсаңыздар, әртүрлі философияға, әртүрлі кертартпарлыққа салып, сыни әрекеттеріңізді бізге айтуды қойыңыздар. Себебі бұл сәт, міне аз ғана уақыт қалды, ата заңға ендіру мәселесі ұсынысты. Уақыт күтпейді. Бірағында оған ендіре алмай қалсақ, біз айтып отырмыз. Әрине, біз онда қайтадан тексіздер елді болып, тағы айналаға мазақ болып, ары жылап еңіреп, бір-бірлеріңізді қорлап, бір-бірлеріңізді басынып, өтірік көлгіртсей, бір-бірлеріңізбен араласып жүріп өмірлеріңіз өтеді. Біз көлгірліктен шашадық, өтірік көлгірсініп, көңіл аулаудан шашадық. Шынымен нақты еркін жүру әрекетін сағындық, өзіміздің ата-бабаларымыз сияқты. Сол жағдайға жету үшін, құрметті әлеумет, біз осы әңгімемізді бүгін айтып отырмыз. Яғни қазақта ар-ұжданнан басқа, қадір-қасиеттен басқа тағы да ұят деген сөздер бар. Яғни ар-ұжданнан кейінгі айтатын сөз ұят. Міне осы ұят деген сөзді ұмытып қойған біздің бүгінгі алып-сатарып жүрген, алып-сатармен ғана айналысып жүрген, қазақмын деп айтып жүрген қазақстандықтар, сіздер әрине бұл ұят деген сөзді, ар-ұждан, қадір-қасиетті түсінбейсіздер. Сіздердің өлшемдеріңіз алдау, сақтау, жаңағы өз ар-ұждандарыңызды өтірік бір ақталу әрекеттеріне кіретін өтірік ілімдік ұстанымдарға кіріп алып, солардың сөздерін айтып, соларды тыңдап, ар-ұждансыз біздің елді басқыншылықпен еніп жатқан діни топтарға солармен үлесіп қауқылдасып жүргендеріңіз, соларға бір ауыз сөз айта алмай, өйткені біздің ел былықты, ойлану қабілетінен айырылды. Оны айырған біз өткен жолы қылмыскерлерді айттық. Негізгі алғашқы президенттің велосипедті жасап, керегі жоқ, велосипед бар, тек алып пайдалана бер деп бір керемет жол тапқандай сөйлеген кезінде сөздері бар, мақтанып күліп. Міне сол жолға сіздер дайынға тап болып кеттіңіздер. Өз бастарыңызбен ойланып, өз қадір-қасиеттеріңізді кетіріп, ғажем деген атқа ілігіп, ғажем деген атқа ілігіп, мазақ болып жатқан жайларыңыз бар. Өзіміздің ата-бабаларымыздың қасиетті қойып кеткен, айтып кеткен уәдесінде аманатын сақтамадыңыздар. Қазіргі президентте сақтап отқан жоқ. Өңшең ұрылардың партиясын биліктегі атын өзгертіп, аманат деп, солардың аманатын жүктеп, сол адамдар жүрген сайрандап, сол құлтабандар күле қарап миықтан көріп сөйлесіп жатырмыз. Біздің де жерде ол
Нұр Отанның адамдары көп, қызметкерлері көп, қазір аманатпыз деп күліп шиқылдап жүрген. Шиқылдап күледі, мазақтап күледі. Сендер кімге керексіңдер деп айтады. Иә, біз халық кімге керек? Қутабандарға керек емеспіз біздер. Сіздерде керек еместер. Қутабандар алдап жатыр. Біз бәрін көріп отырмыз. Күлкілі, мазақ, көлгір. Құрметті әлеумет, осыдан құтылу үшін істі пайдаланайықшы. Мынау қазіргі президентке айтқанына, референдумға дауыс саламыздан соны атсалысайықшы. Осы мүмкіндікке ол жол беріп тұрғанда, осы мүмкіндікті пайдаланайықшы дегім келеді. Яғни, менің әріптестерім, құрметті әріптестерім, көлгірліктен құтылайықшы. Құрметті ата-аналар, балалардың алдында көлгірліктен құтылайықшы. Бәрін пендеміз деп балалардың алдында ақталмаңыздар. Өтірік сөздерін жақтамаңыздар. Балалар сіздерге оларда пендеміз деп айтып, мынау вирусты жұқтырмаңыздар. Пенде деген қанға, сүйекке таңба басу, сіздер тек тұрпақпын деп айта алмайсыздар. Пендемін деп отырып. Ар-ождан деп айта алмайсыздар. Жаным арым садақасы, малым жаным садақасы, арым жаным садақасы деп айта алмайсыздар. Өйткені сіздер пендесіздер, құлсыздар, тексізсіздер. Біз өткен жолы бәрін айттық. Философиямызды оқып отырсаңыздар, емеурінен түсініп отырсаңыздар, сіздер білулеріңіз керек. Біздің әңгімемізден кейін басқа мына дінге кіргендердің бәрі ар-ожданды айтамайтын басқа жол екенін ұғуларыңыз керек. Сіздердің көшпелі өркениетінен қалдырған үлкен мәдениет, мұрагерге ие болып отырып, соны түсінбей, өз құлақтарыңыздан жерініп отырғандарыңыз жанды ауыртады. Иә, құрметті әлеумет, бұл соңғы сәт. Ардың алғашқы иесі билер, ақсақалдар, сіздер нағып отырсыздар. Біздің елімізде ақсақал қалмады, біз ақсақал емеспіз, мұрт сақалымыз жоқ деп отырсыздар ма? Мынау мұрты жоқ сақалды балаларыңызды тыңдап отырсыздар ма? Есі ауып қалған. Олар ең агрессивні, ең дұрыс емес қауым. Міне ол қутабандарды, биліктегі қутабандар, қазір біз айтамыз кейін. Агар осы ұсыныстарымыз өтпей қалса, ешқандай обалсынбауымыз қажет. Ол қутабандар бір-бірін солай жою тиіс. Өйткені бұл дұрыс емес. Сіздер еңіреп өтірік ақсақал болып жыламай-ақ қойыңыздар, ата-ана болып жыламай-ақ қойыңыздар сол кезде. Сақалдылардың бәрін ұстап қалмаса, онда дұрыс. Шынымен де көп сақалдарын алып зытып жүр. Міне қутабандықтары сол. Сондықтан биліктегі қутабандардың айтқандары Алматы қырғындарына сәйкес ода дұрыс деп есептейміз. Біранда біз бақылап отырмыз. Қутабандардың қалай алысатын? Біз ештеңеміз кетпейді. Біз қалай өмір сүрдік, солай өмір сүреміз. Түбінде әруақтың жеңетінін біз білеміз. Аталарымыз айтып кеткен. Мен өткен жолдары дұрыстап айтпай қалыппын. 4 құбылыс деп шатасып сөйлесіп отырып, сөзіме мән бермей қалыппын. 4 құбыладан, яғни жердің 4 бұрышынан 4 періште ұшып келіп, ұлдалда тоғысқан жерінде әруақ көтеріліп, шырқай көкті ақиқат ашылады деп отыр. Айтып кеткен. Сол ақиқатты біз шетін жеткізіп отырмыз. Түсінген адамға о баста мен бірінші рөлімнен бастап жайлап түсіндіріп рететімен келе жатырмын. Ұққан адамға жалпы өздерінің позициясын былайша айтқанда ұстанымын анықтайтын сәт болды түсінетін адамға. Ал жабысып дайын кітаптарға өткен жолы айттық қой, бөліп сол әр тақырыптың қайсымызды кім алдады, қалай сатты, қай немізді сатты, неге сатылды, соның бәрін айтып жігімен сіздерге тізіп беріп, сол туралы әрқайсысы туралы сөйлеуге болады. Бірағында мен ойлаймын, жалпылап айтқан нәрсе сіздер түсінуге тиіссіздер. Агар түсінбесеңіздер қайта тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Өйткені ролик қайта қойып ұқпағандарыңызды ұғуға болады. Ерінбеңіздер, жалықпаңыздар, тыңдаңыздар. Яғни ақсақалдарымыз жоқ, сақалдыларымыз, кішкентай мұрты жоқ сақалдылар ақсақалдың орнында жүрген кезде тіпті ұят. Дым білмейтін балалар, дым түсінбейтін балалар сөйтіп өз өктемдігін жүргізіп, болашағына балта сауып, мемлекетімізді діндар қауымға айналдырып,
Адамзат өркениетін артта қалдыру деген сөз бұл енді сіздерге сын, құрметті, менен үлкен. Мен өзім ер ағаш жасындамын деп есептейміз біз өзімізді. Сіздер бізден үлкен, сіздер айтуларыңыз керек, сіздердің орындарыңызға, біз айтып отырғандарымызға ялуларыңыз керек. Бізбен айтысуларыңызға тағы ялуларыңыз керек. Біраз ата жолында жүрміз деп жүрген бір көптеген бір емші-домшылардың сөйлеген сөздерін естіп қарнымыз ашып жатыр. Біз ол кісілер туралы біраз нәрселер айттық. Олар солай шатастырып іштеріне вирус кіргізіп өздерімен теңселіп мазақ болып жатқандар. Естеріңізді жинаңыздар. Құрметті әлеумет, естеріңізді жинаңыздар. Сондықтан бізде ханда 40 кісінің ақылы бар дейтін қазақтың сөзі бар ғой. Ал биде 40 кісінің ары бар дейді, білімі бар дейді. Сонда ойлап қараңыздар. 40 адамның ары бар, білімі бар. Қайсысы жоғары? Ақсақалдар бидің орнында жүрген кісілер ғой. Әр ауылдың ақсақалдары, бір ауылдың биі. Сіздер бүгін қайда қалдыңыздар? Қалаға келіп есеңгіреп қалдыңыздар ма? Бір этаждағы үйлеріңізден төмен түсе алмай. Құрметті әлеумет, бұны сіздер айтыңыздар, жеткізіңіздер. Соңғы сәт болғанда мүмкіндік, бейбіт жолмен шешілуге мүмкіндік кеп тұрған сәт. Мен осыны аса сіздерге қатты болса да, жұмсақ болса да, шын көңілмен айтып отқан жайымыз бар. Өйткені бұл борышты сәт, бұл нағыз аманат. Нұр Отанның жаңағы ұрлықшылардың аманат емес билікке қалдырған. Бұл шын аманат. Біздің жақсы сөздеріміздің бәрін қорғып бітті. Қорғылауға жол бермеңіздер, құрметті әлеумет. Түсініңіздер. Сондықтан ұят болып жүрмесін. Осы қазақтың ең қасиетті ұранды сөзін, әруақты сөзін, сөзге тоқтамаса да әруаққа тоқтайды деп аталарымыздың белгілеп кеткен арлылық жолын ескермей басқаға сатылу, үндемей қалу, не осы айтқан сөзімізге сын айту, уақытты созу, бұл сіздердің яғни шарасыздықтарыңызды көрсетеді, пенделіктеріңізді көрсетеді, құрметті әлеумет. Құлтабандықтарыңызды көрсетеді. Өтірік балаға қамқорлық, баламыздың жағдайы қалай болады, қызметте деп отырып, өтірік желеулеріңіз өз бастарыңыздың күйбең ұят тірлігі болады. Ұят дегенді өздеріңіз білесіздер. Өлімнен ұят күшті дейді. Ардан кейінгі ұят жанды қинайтын. Барын жейді дейді, ұятсыз арын жейді дейді. Ұятсыз болмаңыздар. Үлкен қариялар, ақсақалдар, балаларыңызға айтыңыздар, сақал қоюларын доғарсын, белсенді болсын. Ұсыныстарымызды өздері айтпаса да біз айтып отқан ұсыныстарды қолдасын, жеткізсін. Ролигімізді көріңіздер. Біз ұялып жатырмыз. Біреулер құлтабандар мазақтап жатыр. Ешкім сіздерді қарап жатқан жоқ, ешқандай қорытынды шығарып жатқан жоқ, пікір жазбайды деп. Бізде пікірлеріңізде керегі жоқ, сіздер лайктарыңызда керегі жоқ. Тек сіздер тыңдасаңыздар болды. Білсеңіздер болды екен дейміз. Бір-бірлеріңізге хабарлап айтсаңыздар болды. Осы жобамызды қабылдатсаңыздар болды. Қалғандарын біз сіздер үшін жасаймыз. Құрметті әлеумет, әр қайсыларыңыз ата-бабаларыңыз бар, бала-шағаларыңыз бар. Қандай тәрбие бересіздер? Пендемін, құлмын деп тәрбие беру ұят. Құдайдың алдында солай сіздерді құл, пенде деп отырған жоқ ешкім. Өйтіп өздеріңізді алдарқатпадыңыздар. Қазақ атам олай айтпаған. Қазақ атам әруақтың ұлымын, тәңірдің ұлымын, әруақты ірімін деген сөздерін айтқан. Мұнда майдалыққа бармаған, құрметті әлеумет. Ірі болыңыздар, мықты болыңыздар, алтын ордамызды, хандарымызды еске түсіріңіздер. Біздің барлық эпостық батырлық жырларымыздың бәрі сол кезеңнен шыққан. Сол кезеңде тұр. Біздің ұран, негіз біреулер алаш дейді, бәрі ұран, әр аталының өзінің руы бар, әр жүздің өз руы бар, әр рудың өз рулары бар, әулеттің өз ұрандары бар деген сөзді айтып отырғаным ғой. Ал сіздер ең үлкен ұран, бәрін жиынтықтап айтылатын, бірақ сөзге тиіп тұр, әруақ деген ұран деп отырмыз ғой. Сол сөзді ендіре алмасақ ата заңымызға, онда біздің ұят болғанын
жагдайга түшөбүз. Уятсыздан ант сурама дейт. Биздин бийликтеги кутабандар, президенттер ант бермей койсун. Олардан ант сурамай коюңуздар, билгендерин истей берсин. Биз былай да билмейбиз не болуп атканын. Сыртча бәріміз қалаға кіріп қоршалып отырмыз, жан жақты білмейміз не болып жатқанын, құрметті әлеумет. Сіздерді кіріп алып, пенсияға шығып алып, жан сақтап болса, құрметті қария қарттар, сіздерге айтып отырмын. Сіздер балаларыңызды айтыңыздар. Сол айтқандарыңыз үшін қарттар үйіне апарып тастасын. Көрейік. Олар да қарт болады. Олар имандылық жол деп діни жолмен түсіп жүр, имандылық дінде емес, имандылық адамгершілікте. Қазақ түсінігінде өзгеше. Ол жөнінде мен емес, басқа жеке тұлғалар, басқа кісілер өткен жолдар айтып жатыр, жақсылық жеткізіп айтып жатыр. Мен ол жағына кіріп, сіздер тәпсірлемей қойын, киелі кітаптарды айтып. Тіпті істеп жүргендеріңіздің ұят екенін білсеңіздер, бастарыңызға орамал тағып, қазақы орамал емес, діни орамал таққандарға айтып отырмын. Қайта-қайта қажылықтан шықпайтындарға айтып отырмын. Соны мақтан тұтып отырған адамдарға айтып отырмын, құрметті әлеумет. Көңіл аударыңыздар. Иә, біз бүгін түсінеміз. Бүгін бәрі сауда-саттық айналысып кетті. Билікте өз орындарында бір қолдарын, қол қойыстарын, печаттарын саудалап отыр. Барлық қызметтегілер, бәрі саудагерлер. Бәрінде не бар, сонымен саудалап отыр. Олар бәрі өздерінше құтабандық жасап отқандарын бәрі біледі. Бәрі бұл арзандығын біздің айтқан нәрсеге қарсы болатынын біз білеміз. 99% қарсы болады. Бұранда біз айтып отырмыз. Жөнделейік. Мүмкін іштерінде бір ұяттылар бар шығар. Қарасын. Тыңдасын, жеткізіңіздер, құрметті әлеумет. Уақыт аз қалды. Уақыт келген сайын біздің дегбіріміз қашып, уайымдап жатқан жайымыз бар. Біз құтабандармен араласу әрекетін тоқтатқан адамдарымыз. Мейлі тіпті туыс бауырлардың ішінде болса да, мейлі тіпті жақын жерлес ауылдастар болса да, тіпті класстастар болса да, сокурсниктер болса да, бірге оққан әріптестер болса да, қызметтес болса, биліктегілер болса да, қандай бар туыс бауырлық, құда жекжат. Егер де не алмайтын құтабандар болсаңыздар, онда осы нені ұсыныстарымызды өткізе алмаймыз. Бұл біздің, менің жеке, біздің қоғамның ұсынысы емес. Бұл халықтық аманат, ата-бабаларымыздың әруақтық аманаты, ұстаны. Біз соны ұсынып отырмыз. Әрқайсыларыңызға тиесілі. Өз борыштарыңызды біліңіздер. Өздеріңізді айта алмасаңыздар, біз шамамыз келгенше жеткізіп жатырмыз. Сөз тіліміз жетпей жатса, айып етпеңіздер. Біз артымызға типтік бейнелеп қойып көрсетіп отырмыз. Қандай болсаңыздар жақсы болады деп. Бейнелеу өнерін қосып бізбен өзімізбен сөйлетіп отырмыз. Өзімізде сөйлеп жатырмыз. Құрметті әлеумет. Осы жағдайымыз. Сіздерде келесі жолыққанша аман сау болып тұрыңыздар. Біз әлі айтатын сөзіміз көп, құрметті әлеумет. Аман сау болыңыздар.